Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалыктары. Видеоны басамас бурун арнага тиркелип, видеога лайк басууду унутпаңыздар. 4 тәулек үйдөн чыкпаймын. Хабиб өмүрүндө кандай өзгөрүш болгонун айтты. Жеңил салмакта UFC уюмунун бурунку чемпиону Хабиб Нурмагомедов неге үйдөн тәулектеп чыкпайтынын айтты деп хабарлайды. Топас адам гана алюметтик жоопкерчиликти сезинбейди. Танымалдылык адамды ишинен өзгөртүрүү мүмкүн. Мен жапык менес болуп бара жаткандаймын. Казыр көпчүлүк жиналган орундарга мүлде бармаймын. Жакындарым тойга шакырады. Бармауга тырысамын. Кийинки 5 жылда барган тойларым саусакпен санарлы. Ал үйленген туустарым канчама. Уй мен үчүн эң жайлы орун. 2-3-4 тәулек үйдөн чыкпайтын кездерим болду, дейди Хабиб Руссион басылымы сухбатында. Женсе белбеуге үміткер болды. Америкалық Маман Рахмоновтың алдағы кездесүү туралы айтты. Мадлен порталы тілшісі Марсел Дофф тілшісі берген сұхбатында Шавкат Рахмонов пен америкалық Джефф Нил арасындағы кездесүү туралы пікірін білдірді. Әңгіме барасында ол алдағы айқасты ең маңызды тұсын атап өтті. Аталған айқас 15 қаңтар күні Лас-Вегас қаласындағы Арех аренада болады. Рахмоновтың сериясы мықты, ол тіпті жеңілмейтін секілді. Дегенмен Нил оның басқа қарсыластарына қарағанда деңгейі жоғары. Бұл чемпиондық белбеуге жақын топ файтер. Алдағы кездесуде Шавкат үшін бәрі басқаша болады. Менің ойымша ол UFC-дің болашақ жұлдызы сияқты. Ал Нилге қарсы кездесуде біз оны қаншалықты мықты екенін көреміз. Егер жеңіске жетсе, жартылай орта салмақта чемпиондық белбеуге үміткер болады, деді Дорф. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.